бір жасушалы амеба әр 3 сағат сайын 2 жасушаға бөлінеді. Яғни 3, 6, 9, 12, 24 сағаттан кейін неше амеба болатынын анықтау қажет. Алдымен питонды ашып аламыз. Және жаңа бет ашамыз. Алдымен бір n айнымалысын алайық. Бұл жерде кез келген айнымалын алуға болады, және оның типі int болсын. Және input. Енді t сағатымыз болсын, 0-ден бастайық. Және a айнымалысы амеба болсын, 1 деп қойайық. Енді while циклын қолданамыз. T кіші n-нан дейді. Және a-ға меншіктейміз. A көбейтілген 2. Және t-ға меншіктейміз. T қосылған 3. Келесі print экран бетіне шығарамыз. Біз түсінікті болу үшін t айнымалысын сағатты шығарайық, және амебалар санын шығарайық. Енді программаны орындауға жібереміз. Алдымен сақтап аламыз. Бұл жерде есепте берілгенде 24 санын енгізіп көрейік. Мінекей. Әдепкі кезде 1 амеба болды, одан кейін 3 сағаттан кейін 2 амебаға айналды, одан кейін 6 сағаттан кейін 4 амебаға айналды, 9 сағаттан кейін 8 амеба болды, 12 сағаттан кейін 16 болды, 15 сағаттан кейін 32 болды, 18 сағаттан кейін 64, және 21 сағаттан кейін 128, 24 сағаттан кейін 256. Енді түсінікті болу үшін қолмен есептеп көрейік. Енді бұл жерде тексереміз. Ең әдепкі кезде бұл 1 амеба болған. Бұл жерде енді 0 сағат деп қойайық. Одан кейін бұл 2-ке бөлінді. 2 амеба болды бұл 3 сағаттан кейін. Және тағы да бұл әрбір 3 сағат сайын тағы да бөлініп отырады. Мұнда міне осылай кете береді. Бұл 6 сағатта. Енді ары қарай түсінікті шығар. Міне ары қарай осылай 2-ге бөліне береді әрқайсысы. Енді біз 9 сағатқа шейін санап көрейік. Бұл біздің 9 сағатымыз болсын. Бұл дөңгелекшелер амебалар. Байқап отқандай, міне әрбір 3 сағат сайын бұл 2-ке бөлініп отыр. Сонда 9 сағатта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Программаны қарап көрейік. Мінекей. 9 сағатта 8-ге бөлінді. Енді осы жерге шейін түсінікті шығар. Ары қарай тағы да бағдарламаларды жазып көреміз. Оқушылар енді ары қарай мына берілген блок схеманы Python бағдарламалау тілінде программасын жазамыз. Олай болса бастаймыз. A, B, S. Біз бір жолда енгізетін болғандықтан осылай map арқылы жазамыз. Енді шартын жазамыз. Егер енгізілген A саны үлкен болатын болса B-дан, және A үлкен болатын болса 0-ден, онда print экранға A шығатын болсын. Енді әйтпесе тағы да шарт қоямыз. Егер B үлкен болатын болса S-дан, онда print экран бетіне B айнымалысы шықсын. Әйтпесе экранның бетіне S айнымалысы шықсын.
Енді программаны орындауға жібереміз. Енді сан енгізіп көреміз. 3, 2, мысалға 1. Екінші шартты тексеріп көрейік. B үлкен болсын S-дан. 2, 3, 1 деп көрейік. Мінекей енді әйтпесесін көрейік. Қалған жағдайда мінекей оқушылар бағдарламамыз жұмыс жасап тұр. Енді өздерің ары қарай практикалық жұмыс жасап көріңдер. Мына алгоритм бойынша Python'да программасын жазыңдар.